Жайлаубай Тоғжан Ескелді ауданы Шыңғыр ауылындағы Мәметов атындағы орта мектепті 2005 жылы табалдырығын аттаған болатын. Осы бастауышпен қоштасар сәтте балаларға сұрақ қойған болатынмын. Сол кезде Тоғжан бірнеше баланың ортасынан суырылып шығып, апай, мен сіз сияқты ұстаз болғым келеді деген сөзі әлі есімде. Енді Тоғжан, сәттілік. Жайлаубай Тоғжан Серікқызы шетел тілі 2 шетел тілі мамандығы бойынша жақсы деңгейде оқып, болашақта жақсы маман болу үшін қажетті құзыреттерді алып, оқуды бітірді. Оқу барысында Тоғжан өзін тек қана жақсы жағынан көрсетіп, оқу процесіне белсенді қатысып, қоғамдық жұмысына қатысты. Енді болашақта Тоғжан жақсы маман болады деп сенімдеміз. Тоғжан Серікқызы 2020 жылдың 1 қыркүйегінен бастап шетел тілі пән оқытушысы болып колледжде қызмет атқарады. Осы аз уақыттың ішінде Тоғжан Серікқызы өзін білімді маман екенін көрсете білді. Ең басты мақсаты адамгершілігі, жастармен жұмыс жасауда, студенттерді облыстық деңгейде өтіп жатқан іс-шараларға қатыстырып, өзінің жоғарғы жауапкершілікте екендігін таныта білді. Енді Тоғжан Серікқызының алдағы мақсаты студенттерді тәрбиелеуде, оларды отан сүйгіштікке, патриоттық сезімге, өз маманының иесі ретінде дайындап, ата-аналармен қарым-қатынаста жақсы екенін айтсам болады. Үйрете жүріп үйренуді мақсат тұтқан жас педагог Тоғжан Серікқызы ізденімпаз шығармашылық тұлға ретінде төмендегідей жетістіктерге жетті. Атап өтетін болсақ, Тағылым республикалық ғылыми-әдістеме журналы ұйымдастырған республикалық конкурсының үздік сабақ номинациясы бойынша 2024 жылы жүлделі 1-ші орын иеленді. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті ұйымдастырған The Best Englishman 2023 атты облыстық олимпиадасында 173 топ студенті Дәулетбек Алуа алғыс хатпен марапатталды. Және 3 тілде өткен Алтын Сақа интеллектуалды ойынында Тұрысбек Асанәлі жүлделі 3-ші орын иеленді. Сонымен қатар 3 тілді жетік меңгерген жастар арасындағы тіл шебері 2023 облыстық қалалық байқауында Дәулетбек Алуа алғыс хатпен марапатталды. Жас педагог Тоғжан Серікқызы өз шәкірттерін өз тілін құрметтеуге, өзге тілдің бәрін білуге үйретіп жүрген ізденімпаз шығармашылық тұлға. Тоғжан Серікқызы жас маман бола тұрса да, өзінің әрбір ісіне жауапкершілікпен қарай біледі, әр ісіне тыңғылықты қарайды. Тоғжан Серікқызы екеуміз қазақ, ағылшын тілдерінен кіріктірілген ашық сабақ өттік. Ашық сабағымыз өте жоғары деңгейде өтті. Тоғжан Серікқызы өзінің шеберлігін көрсете білді. Акты құралдарын қолдануы да өте жоғары деңгейде. Мен айта алар едім, Тоғжан Серікқызының IT құзыреттілігі өте жоғары деңгейде. Тоғжан Серікқызының сабақтары өте қызықты. Себебі біз көптеген қызықты тақырыптарды зерттейміз және сонымен қатар өзімізді дамытуға, жаңа идеялар мен шешімдерді іздеуге мотивация береді. Қысқаша айтқанда, Тоғжан Серікқызы the best teacher in the world.